Қайырлы күн, құрметті оқушым. Сіздермен бірге Жазира Жасұланқызы бүгін модуль теңдеу тақырыбын өтетін боламыз. Каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийда міндетті түрде жауап беретін боламын. Біз бүгін модульдің бірнеше мысал шығарамыз. Сол есептердің ішінен сұрақтарыңыз болса, мархабат. Оңайынан күрделіге қарай жүрейік. Бізде бірінші есеп міне. Модуль x тең 5-ке тең дейді. Бізге сұрақ: қандай санның модулі 5-ке тең? Қандай санның? Ол плюс 5-тің модулі 5-ке тең, және де минус 5-тің де модулі 5-ке тең екен. Екінші сұрақ: y тең минус 6 дейді. Қандай санның модулі минус 6-ға тең? Ешқандай санның модулі минус 6-ға тең бола алмайды, себебі модулінің ішінен минус шықпайды екен. Үшінші сұрақ: с тең 0-ге дейді. Қандай санның модулі 0-ге тең болады? С-ның ғана модулі 0-ге тең болады екен. Бастапқы осы үш жағдай бойынша келесі есептерді шығару сіздерге жеңіл болады деген ойдамын. Ары қарай кеттік. Төртінші есеп. Егер сіздерге мынадай есеп берілсе, модуль x минус 5 тең 3-ке. Қандай санның модулі 3-ке тең? Сол сұраққа жауап беретін боламыз. Міне, сіздерде екі жағдай шығады. Бірінші, x минус 5 тең 3-ке бірінші теңдеу. Екіншісі, x минус 5 тең минус 3-ке. Мынаның іші, міне, мынаның іші қандай жағдайда минус 3-ке тең болады? Сол сұраққа жауап беру керек қой бізге. Бірінші жағдайын қарастырайық. X-тен минус 5 келесі бетке аударған кезде, теңдіктің келесі бетіне өткен кезде плюс 5 болады, яғни 8 болады. Бұл x1. x2-ның мәнін анықтайтын болсақ, минус 3, мына бетке барғанда плюс 5 болады. x2-ның мәні неге тең болады екен? 2-ге тең болады екен. Ары қарай 5-ші есеп қарастырайық. 5-ші есеп не дейді? 7x минус 15 тең 0 дейді. 0-ге тең деген сұраққа тек қана 0-дің модулі 0-ге тең деп жауап бере аламыз. Яғни 7x тең минус 15 келесі бетке қарағанда плюс 15 болады, теңдіктің келесі бетіне өткенде. X-тен қанша? 15-ті 7-ге бөлген кезде 15 бөлінген 7 x-тен болады 2,7-ден 1. Келесі есептерге көшейік. 7x минус 15 тең 1 болса қалай болады екен? Қандай санның модулі 1-ге тең? Минус 1-дің және де плюс 1-дің, яғни 7x минус 15 тең 1, 7x минус 15 тең минус 1. Есептейміз. 7x тең 16, x тең 2,7-ден 2 болады. Келесі есеп. 7x тең плюс 14 болады. Келесі бетке ауысқанда x тең 2. x2-ның мәні, x1-ның мәні. 7-ші есепке қарайық. 7-ші есеп негізі былай жазылып тұр. 1 бөлінген x тең 2 бөлінген 5. Қандай санның модулі мынаған тең болады? 5-тен 2-ге тең болады. Оңмен және терісімен қабылдай береміз. 1 бөлінген x тең 2 бөлінген 5. 1 бөлінген x тең минус 5-тен 2 деп қабылдаймыз. Ары қарай пропорция. Пропорцияны білеміз балалар. Мына жаққа барады, мына жаққа барады. 2x тең 1-ді 5-ке өткенде 5 x-тен болады 2,2-ден 1. Бұл x1-дің мәні. x2-ның мәні дәл осылай. Минус 2x тең 5 x-тен минус 2,2-ден 1-ге тең болады екен. Жақсы балалар, ары қарай жалғастырайық.
Мына 8-нчи эсептин маанин жазып алайын. Endi қос модульмен болса не болады? 2 модульден тұр, иә? Бірінші, мына модульдің ішіндегі сұраққа жауап бере көріп бізге. Мына. Мынау қай санның модулі 0-ге тең? Сол сұраққа жауап берейік. Ол болса, модуль x минус 15 тең 0-дің ғана модулі 0-ге тең болады, 0 болады. Модуль x тең болады. Минус 15-ді теңдіктің келесі бетіне көшіреміз, плюс 15 болады. Келесі модуль шешеміз. Мына модуль шешу бізге түсінікті. Қандай санның модулі 15-ке тең болады? Бірінші x1-ның мәні 15 болады. Екінші x2-ның мәні минус 15 болады. Ары қарай кеттік. Дәл осындай келесі есеп. Қандай санның модулі 8-ге тең болады? Міне бағанағыдай сұраққа жауап беру керек. Мына модульдің ішіндегі осы санның ішінен шыққан кезде модуль 2x плюс 6 минус 4 плюс 8-ге тең болады. Және де екінші мәні 2x плюс 6 минус 4 тең минус 8-ге. Арға есеп шығарамыз. 2x плюс 6 тең болады 12-ге. Минус 4-ті келесі бетке көшіреміз. Модуль 2x плюс... тоқтай тұр. Енді ары қарай модуль шешу керек бізге. Қандай санның 12-нің қандай мәні, қандай санның модулі 12-ге тең болады. Яғни 2x плюс 6 тең 12, 2x плюс 6 тең минус 12 деген сұрақ. 2x тең 12-ден 6-ны азайтамыз 6, x тең 3. Бұл бірінші мәні. Ары қарай 2x тең, мына жаққа минус болып өтеді, плюс 6 минус 6 болып өтеді, минус 18, 2 емес, уже x тең болады 9 минус. X екіншінің мәні. Келесі, мына есеп шығарайық. Модуль 2x плюс 6 тең болады минус 4. Теңдіктің келесі бетіне барғанда плюс 4 болады. Минус 8 плюс 4 минус 4. Қандай санның модулі минус 4-ке тең болады? Ол ешқандай санның минус модулі, ешқандай сан, жауабы жоқ болады. Міне. Жалпы сіздермен бірге қанша 9 есепті талдадық, барлығы модульге қатысты. Соңғы есеуі күрделі модульге қатысты 2 есеп шығардық. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын.